Ассаламу алейкум туғандар, екі атаж үйде патмақ шуағын башладық. Азыр сіздерге қысқа көрсетіп түсіндіруге әрекет қылам. Так, бұл коридор, тепкіч бірден екіге шыққан жер. Шыққанда сол жақта екі комнат. Бұл бірінші комнат. Андан кейін да бір комнат. А бұл жақта зал. Біз сементті көбірек қошауыз, бір күнден кейін мынандай көк болып қалыш керек та. Анан кейін маяктар шығарылып тұрып, бір күнден кейін анан затирка болады. Бұл кече бүтті, бұл комнат. Айнектерге біз скотч менен пленка жабыстырып алабыз. Көрсеңіздер ме? Шалтаң болбойт. Кейін ақырына аккуратно алып қоябыз пленканы. И таза болып айнегіңіз қалады. Уштугандар, эгерде биздин иш көңүлгө жакса, уста керек болсо звонок кылса, биринчи звонок кылып туруп сени тактап туруп, мана шаары иште керегине консультацияга 1000 сомго турасыздар, ал силерге 2000 сом. Биз барып көрүп, санап, мынанча сом болот, бүтүшүнө деп айтабыз. Анан бабаш бергенде сиздин заказыңызды алган болобуз. Сиздин заказыңызды алгандан кийин минимум 25 күн, узагы менен 1,5 айда ишти баштайбыз. Бул үйдүн ээси биринчи 2000 сомго торгон. 5-6 күндөн кийин консультацияга келип, консультация берип, санап бергенбиз. Анан 50.000 рубль берген. Рубль 57.500 сом акча болгон. Биз азыр шамалы сайдабыз. Уштугандар, каналга подписаться болобуз, лайк басабыз, суроолор болсо беребиз.